Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен жасалу жолы өте оңай, қамыры өте жұмсақ болып шығатын пицца жасайтын боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен керекті заттардың бәрін дайындап аламын. Маған 180-200 грамм жылы су керек болады. 1 шай қасық ашытқы саламын. Жарты шай қасық тұз. Бір ас қасық шекер. 1 ас қасық сұйық май. Және 1 ас қасық майонез салып, шекері ерігенше жақсылап араластырамын. Енді осының үстіне керегінше ұн саламын. 350 грамм және плюс-минус 50 грамм саламын, жұмсақ болғанша. Қамырымыз өте жұмсақ болу керек, қолға кішкене жабысатын. Мінекей қамырымды илеп алдым. Кішкене қолға жабысатын жұмсақ қамыр. Бетін жауып 30 минут қойып қоямын. 30 минуттан кейін 2 күлшеге бөліп, осылай зуалап, илеп, бетінен кішкене сұйық май жағып, жақсылап жағып аламын сұйық майымды. Енді осыны ыдысыма салып, бетін жауып қоямын 5-10 минутқа. Алдын ала бетіне салатын салмалардың бәрін турап дайындап алдым. Піскен ет алдым, қызанақ, ірімшік алдым, майонез, өзім қолдан жасаған кетчуп. Мінекей қамырым осындай жұмсақ болды. Енді қамырды алып, жұп-жұқа қылып жаямын. Қамырды осылай жұқа қылып жайып алдым. Ыдысыма салып, бетіне өзім жасаған кетчуптан 2 ас қасық салдым. Және майонез салып, қамырдың барлық жеріне жағып шығамын. Менде піскен етті осылай жұқалап турап алдым. Керегінше саламын піскен етті, арасына қызанақты саламын.
Енді пешке салған кезде піскен еттің беті қатып қалмас үшін піскен еттің үстіне майонез жағамын. Пешімді 180 градусқа қоямын. Кішкене пеш қызғаннан кейін пиццаны саламын. 12-13 минутта пицца піседі. Содан кейін бетіне сыр себетін боламын. Міне пиццам пісті. Енді осының үстіне жақсылап барлық жеріне сырымды сеуіп алдым. Сырды сепкеннен кейін духовкаға 5-10 минутқа қойып аламын. Мені 5-10 минут қойып алдым. Пиццам дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Қамыры жұмсақ. Қамыры өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Маған тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.